Ана жүрегі қанша азап көрсе де баласын ойлайды. Күздің қараңғы түні. Көшелерде жарық аз, суық жел ұйтқып соғады. Аспанда айдың жүзі көмескі тартып, бұлттардың арасынан әлсіз ғана көрінеді. Қаланың қоқыс жәшіктері тұрған бұрышында жүдеу мысық марғауын бауырына қысып дірілдеп отыр. Құйрығын баласының үстіне жауып, салқыннан қорғамақ. Бірақ бұл көмектесе алмайды. Күздің суығы өткір пышақтай сүйекті қариды. Марғау әлсіз мияулады. Оның аш құрсақ екені анық. Мысық мұңды көздерін жұмып терең дем алды. Ол аштықтың не екенін ұмытқан. Соңғы рет қашан дұрыс тамақтанғанын да білмейді. Бірақ оған бәрібір ең бастысы баласы аш қалмауы керек. Мысық орнынан баяу көтерілді. Марғау анасын жібергісі келмей, оның жүніне жармасты. Мияу деп анасын тоқтатқысы келгендей жалынышты дыбыс шығарды. Мысық басымен оны ақырын итерді, көзіне қарады. Мен міндетті түрде қайтып келемін, балам. Күте тұр. Сосын суық көшеге қадам басты. Көшелер бос. Тек анда-санда өтіп бара жатқан көліктердің жарығы қараңғыны тілгілейді. Мысық қоқыс жәшіктерінің бірін иіскеп көрді. Ішін ақтарды. Ештеңе жоқ. Келесі жәшікке өтті. Ол жерде бір тілім нан жатқанын көріп, жақындай берді. Кенеттен: «Әй, қараңдар, анау не істеп жүр?» деген дауыс шықты. Мысық селк ете қалды. Қараса, 6-7 жас жігіт жиналып тұр. Қолдарында тағамдар, сусындар бар. Олар мұны көріп күліп жатыр. Мынау нан жегісі келеді екен. Байғұс, түріне қарашы. Қане, тамақ береміз бе? Олардың бірі жерге нан тастады. Мысық оған жақындады. Бірақ дәл тістей бергенде біреу оны қатты теуіп жіберді. Мысықтың денесі жерге соғылды. Ауыр соққы қабырғаларын сындырып жібергендей. Бірақ ол тез тұрып, нанды қайта алмақ болды. Тоқтай тұр, қызық енді басталды. Жігіттердің бірі қолына бос темір банка алып, мысықтың басына қарай лақтырды. Дыбыс шықты. Мысықтың басы солқ ете қалды. Құлағы шыңылдады. Жерге қаны тамды. Бірақ ол әлі де наннан көз алмай тұрды. Менің марғауым бұл нанды жеуі керек. Қайта көрейік, деді екіншісі. Олар енді суық су құйылған бөтелкені үстіне төкті. Мысық қалтырап кетті. Жүні су болды. Бірақ әлі де тұрған қалпы. Соңында жігіттердің бірі темір шынжыр алып, оны көтерді. Қане, мынаны соңғы рет сынап көрейік. Мысық нанды тістеп бар күшімен жүгірді. Олар соңынан тас атты. Бірі артқы аяғына дәл тиді. Мысық оңбай құлады, бірақ нанды жерге түсірген жоқ. Қанға боялған табанын сүйретіп, қараңғыға сіңіп кетті. Мысық тәлтіректеп келеді. Қансыраған табандары әр қадам басқан сайын ауырады. Қанша жүрді? 5 минут па? 10 минут па? Кенеттен көзі қарауытып, жерге құлады. Мен жетуім керек. Балапаным күтіп отыр. Соңғы күшімен орнынан тұрып, әрі қарай жүрді. Ақыры қоймаға жетті. Марғау оны көріп, қуана жүгіріп шықты. Мысық нанды жерге қойды. Марғау оны жеуге кірісті. Мысық оның жүзіне қарады. Ол осы сәтті күткен еді. Барлық азап, барлық ауыртпалық осы бір шағын ғана сәт үшін болған еді. Марғау тамақтанды. Ол аман. Мысық күлімсірегендей болды. Сен аман болсаң болды, балам. Соңғы рет марғауын жалап, оны жылытуға тырысты. Көзі жұмыла берді. Ол көзін қайта ашпады. Таң ата қоймаға бір бала келді. Ол жерде марғаудың анасын оятуға тырысып жатқанын көрді. Кішкентай марғау анасының жансыз денесін тырнап, мияулап жатыр. Бала оны қолына алды. Жылы кеудесіне басты. Бірақ марғау әлі де анасына қарай берді. Ол анасының қайтып келмейтінін әлі түсінбеді. Тек жел ғана оның соңғы сыбырын жеткізді. Сен аман болсаң болды, балам.